Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз дәл осындай езілмейтін, жыртылмайтын әдемі қамырдың рецептісімен бөлісетін боламыз. Және де бұл қамырды біз морозильникте сақтауға болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. 200 грамм салқын суымызға 2 жұмыртқа, 1 ас қасық сұйық май, аздап тұз қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін 650 грамм немесе 700 грамм ұнымызға сұйықтықты құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды әбден жақсылап илеңіздер. Ұнымыз дұрыс иленбей қалады деп қорықпаңыздар. Біздің ертіндіміз барлығына толығымен жетіп, қаттылау қамыры иленетін болады. Қамыр қатты болып қалады деп қорықпаңыздар. Себебі қамыр ие қанып тынғаннан кейін өзінен өзі жұмсаратын болады. Мінекей осылайша дайын қамырды жарты сағатқа тындырдық. Одан соң тағы да осылайша иілеп 2 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлікке бөлгеннен кейін де жарты сағатқа тындырып қоямыз. Достар, менің каналымда сіздерге арналған өте қарапайым рецепттер бар. Сондықтан да қоңыраушаны басып қойыңыздар, және де менің каналымда шыққан жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Дайын болған қамырымызды дөңгелек етіп жаятын боламыз. Оқтаудың екі шетін ала отырып жаятын болсаңыздар, қамырымыз бір текті және де әдемі болып жайылатын болады. Барлық рецепттердің құрамы описаниеде жазылып тұр. Сондықтан да каналымды жібермей қарап тұрыңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Мінекей осы жайып алынған қамырымызды морозильникте 2 айға дейін сақтауға болады. Және де бұл жұмыс басты адамдар үшін өте ыңғайлы. Кез келген уақытта морозильникке салып қойып, қонақ келген кезде, ет асқан кезде міндетті түрде жарты сағат бұрын шығарып қойсаңыздар, қамырымыз жұмсақ болып шығатын болады. Және де езілмейді, өте әдемі болып піседі. Біз қазақ халқы ет десе бас тартпайтын халықпыз. Оқтаудың шетіне қамырымыз ұзындау болып кетеді десеңіздер, осылайша екі шетін қайыра отырып та жайсаңыздар болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дөп дөңгелек, жыртылмай, өте әдемі болып қамырымыз жайылды. Енді осы дайын болған қамырымызды бүктеп аламыз да, одан соң салапанымызды жайып, салапан үстіне қамырымызды жайып, екі шетін қайыра отырып бүктейтін боламыз. Морозильникте тегіс жерге қатыратын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Морозильникке тегіс жерге қатырып, одан соң керек уақытта жарты сағат бұрын ғана шығарып қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.